Сәлеметсіздер ме балалар? Қазақ тілі 2-ші сынып. Бүгінгі тақырып қарындашыңды берші. Сабақтың мақсаты оқыған, тыңдаған және аудиовизуалды материалдар бойынша мұғалімнің көмегімен жоспар құру және тірек сөздерді пайдалана отырып шағын мәтін жазу. Жаңа сөздер: қайшы, ножницы, өшір, стирай, қи, стриги, түрлі түсті, разноцветный, жапырақ, лист, күн, солнце, аспан, небо, бұлт, облака. Қайталаймыз балалар: қайшы, ножницы, өшір, стирай, қи, стриги, түрлі түсті, разноцветный, жапырақ, лист, күн, солнце, аспан, небо, бұлт, облака. Оқылым тапсырмасы. Бірінші тапсырма: мәтінді оқы. Мен дүкеннен түрлі түсті қарындаш сатып аламын. Қағазға сары қарындашпен күннің суретін саламын. Оны қайшымен қиямын. Көк қарындашпен аспанның суретін саламын. Жасыл қарындашпен жапырақтың суретін саламын. Қызыл қарындашпен гүлдің суретін саламын. Қарындаштарымды қаламсауытқа саламын. Балалар, мәтінде түрлі түсті қарындаш туралы айтылған, дүкеннен түрлі түсті қарындаш сатып алған екен. Сары қарындашпен күннің суретін салған екен. Ал көк қарындашпен аспанның суретін салған. Жасыл қарындашпен жапырақтың суретін салған. Қызыл қарындашпен гүлдің суретін салған. Қарындаштарын бәрін қаламсауытқа салады екен. Жазылым тапсырмасы. 2-ші тапсырма: әріптерден сөз құрап жаз. Балалар, жұлдызшаның ішінде әртүрлі әріптер бар екен, Осы әріптерден сөз құрап жазамыз балалар. Айтылым тапсырмасы. 3-ші тапсырма: сұраққа жауап бер. Кім не істеді? Әнелдің сары қарындашы бар. Ол күннің суретін салады. Күннің суреті тұр, балалар? Ол күннің суретін салады. Гүлсаяның көк қарындашы бар. Ол ненің суреті тұр, балалар? Аспанның суреті тұр, Ол аспанды салады. Ертөренің қандай қарындаш тұр, балалар? Жасыл қарындаш тұр, Ертөренің жасыл қарындашы бар. Ол ненің суретін салады, балалар? Ол жапырақтың суретін салады. Балалар, оқу тапсырмасы. 4-ші тапсырма: жазылым тапсырмасы. Суретті пайдаланып, сөйлем құрап жазамыз. Балалар, суретте бала мен қыздың не істеп жатқан, балалар? Сурет салып жатыр, Сол туралы суретті пайдаланып, сөйлем құрап жазамыз, балалар. Назарларыңызға рахмет. Қош сау болыңыздар.